Тонағай сүйікті комиксін оқып отырғанда көздері құрғап кеткенін сезді. Сол сәтте ол көзін жыпылықтатты да көруі бірден жақсарды. Ол байқамай қайта-қайта жыпылықтай берді. Қызығып ол, неге біз көзімізді жыпылықтатамыз деп ойланды. Мұны білу үшін Толағай кішірейіп өз денесінің ішіне кірді. Ол көздің маңына қонды. Ми көздің құрғап жатқанын сезіп, бірден қабақтың бұлшық еттеріне белгі жіберді. Қабақтың жұмсақ ішкі жағы әйнек сүрткіш сияқты көздің үстімен өтіп, жасты көз бетіне біркелкі таратты. Бұл жас көздің шетінде орналасқан жас бездерінен бөлінеді. Қабақ қайта ашылғанда жарық түсіп, бәрі анық әрі сергек көрінді. Жыпылықтау тек тазалау үшін емес, қорғау үшін де қажет еді. Сонымен қатар, көз құрғамағанның өзінде де адам үнемі жыпылықтайды. Бұл кезде ми автоматты түрде белгі беріп, қабақтар саналы түрде басқарылмай қозғалады. Жыпылықтау көзді шаршатпай, ұзақ уақыт бір нәрсеге қарағанда жайлы күйде ұстап тұрады. Ал шаң, бөгде зат немесе қатты жарық жақындағанда жыпылықтау жылдамдап, көзді қорғау үшін рефлекс ретінде іске асады. Толағай жымиып, бұл құпияны да толық түсінді.